Сәлем баршаңызға, мен Сәндігүл. Сіздерге бүгін шүберекейдің қамыры жұмсақ болатын және де тез дайындалатын, осындай іші толық пісетін, соленый болып шығатын шүберекейдің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Кетті. Ең алдымен ұнымызға 2 ас қасықпен сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін бізге 1 бокал ысы қайнап тұрған ысы суымызды осының үстіне қосып, қамырымызды қасықпен илеп аламыз. Себебі бізде қолымыз күйіп қалу керек. Суығанша кішкене осылай қасықпен жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Одан кейін қолымыздың көмегімізбен қамырымызды илеп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осылай жақсылап, жайлап асықпай қолымызды салып, араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илегеннен кейін салапанға салып, қойып қоятын боламыз. Одан кейін ендігі кезекте начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына мен фарш және де 1 ғана жуа қосып, жақсылап араластырдым және де үстіне кішкене ғана су қостым. Яғни фарш үгітілмелі болып шығу үшін. Сосын татымына қарай тұз, бұрышын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте қамырымызды алып, астына ұнымызды сеуіп, қамырларымызды осылай қолымызбен илеп, жіңішке етіп барлығын турап шығатын боламыз. Міне дәл видеода да көргендеріңізде жіңішке етіп осылай турап шығасыздар. Одан кейін қамырымызды жұқа етіп жайып, үстіне салмамызды салатын боламыз. Салмамызды жұқалап, кішкене жайып салам, себебі бізде піспей қалмау үшін осылай жұқа етіп жаятын боламыз. Міне осылай шүберекелерімізді алдын ала дайындап аламыз. Одан кейін қызып тұрған отта шүберекелерімізді 2 жағын қаратып, осылай қуырып аламыз. Міне достар, бізде дайын. Осылай жасап көріңіздер. Отбасыларыңа міндетті түрде ұнайды. Міне дәл көріп тұрғандарыңызда осындай күшті сочный болып шығады. Рахмет, сау болыңыздар.